Сәлем достар, хиджама жайлы естіп пе едіңіз? Ойыңыз қандай? Оның адам ағзасына денсаулығы мен пайдасы жайлы не білесіз? Осы жайында бүгін тақырыпты ашып айтатын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Хиджаманың денсаулыққа пайдасы мен зияны. Шығыс елдері мен Еуропаның бірқатар елдерінің халқы ежелгі исламдық емдеу әдісі хиджамаға жиі жүгінеді. Емдеу әдісінің бұл түрі ағзадағы пайдасыз қаннан арылуға негізделген. Хиджама көптеген ауру түрлерін емдеуде қолданылады және оны арнайы құралдардың көмегімен жасауға болады. Сонымен хиджама дегеніміз не? Хиджама бұл емдеудің ежелгі түрлерінің бірі, әрі ол халық арасында күні бүгінге дейін қолданылып келеді. Түрлі еңбектерде адам ағзасын емдеудің аталған әдісі Мұхаммед пайғамбар заманында да кеңінен қолданылған дерек бар. Капиллярлық қан алу арқылы жасалатын әдіс өте қарапайым, әрі ағзадағы ластанған қанды алудың таптырмас құралы болып табылады. Қан ағзаға ластанған су немесе ауа, дұрыс тамақтанбау, дәріні көп ішу сияқты жолдармен зиянды заттарды сіңіріп алады. Емдеудің бұл әдісі қанның жаңаруын қамтамасыз етеді. Нәтижесінде ағзаның жалпы жағдайы да дұрысталады. Еске саларлығы, хиджама тәсілімен барлық адамдар бірдей емделе алмайды. Онымен емдеуге болмайтын дәрігер шешеді. Хиджама жасау үшін вакуумдық банкалар, сорғы, пышақ және спирт керек. Процедура 15-20 минутқа созылады. Алдымен денеге пластикалық банкалар қойылады. Осылайша сорғының көмегімен олардың астында вакуумды кеңістік пайда болу керек. 5 минут өткен соң жаңағы жерлерді спиртпен сүртіп, оларды пышақпен тіледі. Нәтижесінде сол жерден қан жинала бастайды. Денеде хиджама жасалатын белгілі бір орындар бар. Дененің бұл нүктелері науқастың қай жері ауыратынына байланысты таңдалады. Сөйтіп дененің белгілі бір бөліктеріндегі қан айналымына әсер етуші болады. Тамырлардағы лас қан сұйықтығын алып тастау арқылы қан тамырларында жаңа қан ферменттері пайда бола бастайды. Процедура қант диабетін емдеуде де тиімді пайдаланады. Хиджама қан қысымы жоғарылағанда оны төмендетеді. Қандағы глюкоза мөлшерін реттейді. Жүрек соғысын қалыпқа келтіреді. Ресей денсаулық сақтау дәрігерлерін жетілдіру бойынша Иркутск мемлекеттік институтының және республикалық клиникалық аурухана авторлар тобының зерттеулеріне сәйкес, денеден аз мөлшерде қан алу кешенді терапияда бронх өкпе ауруларын емдеуде қолданылады екен. Тәжірибеге сүйене отырып, ағзадан қан алу үшін келесі патологиялар қарастырылатынын атап өткен жөн. Тірек қимыл жүйесінің бұзылуы, остеохондроз, есту қабілетінің жоғалуы, гаймор қуыстарының қабынуы, пневмония, гипертония, бронх демікпесі, бауыр мен өт қабы жұмысының бұзылуы, бүйрек аурулары, зәр шығару жүйесінің аурулары, артроз, ерлер мен әйелдер бедеулігі, әйелдердің жыныстық жүйесі аурулары. Қан алу зәр шығару жүйесіне оң әсер етеді. Сол себепті бұл әдіс артық салмақтан арылу барысында да қолданылады. Науқастар аталған процедурадан кейін өздерінің күші мен энергиясы артқанын, түнгі ұйқы мен көңіл күйі жақсарғанын айтады. Кейде адамдар хиджама жайлы теріс пікірлерін де айтып жатады. Хиджаманың денсаулыққа оң әсер ету үшін банкілер дененің кез келген жеріне емес, тек арнайы кей бөліктеріне ғана қойылуы керек. Өйтпеген жағдайда қан алу процесінің денсаулыққа зияны болуы да мүмкін. 20 жастан кіші, әрі 70 жастан үлкен адамдарға хиджама жасауға болмайды. Хиджаманы келесі аурулар мен патологияларда жасауға болмайды. Анемия, психикалық ауытқулар, астения, онкологиялық аурулар, жүктілік және лактация кезеңі, ашық жарақаттар болған жағдайда, лейкоциттер мөлшері аз болғанда, гематокрит төмен болғанда, тромбоциттер тапшылығында, АИТВ житс ауруларында, атеросклероз, гепатит, мерез, ағза әлсіреген жағдайда, бауыр циррозы, ауыр жүрек ақаулары, уақытша шектеулер төмендегідей. Жарақаттан ұзақ ауырғаннан кейін немесе операциядан кейін денені қалпына келтіру. Процедура 20-30 күннен кейін жасалады. Әйелдерде етеккір келген күндері және ол аяқталғаннан кейін тек 7-10 күннен хиджаманы жасауға болады. Вирустық аурулар немесе ангина ауырғаннан кейін 2 аптадан соң хиджама жасауға болады.
Қан алу бұл аз мөлшерде болса да қан жоғалту. Сондықтан ағза үшін ол белгілі бір деңгейдегі стресс болуы мүмкін. Ем-домның ережелерін сақтамау денсаулықтың нашарлауына әрі келесі жанама әсерлерге әкелуі мүмкін. Құсу және диарея, қатты шаршау, қан қысымының күрт төмендеуі, температураның жоғарылауы, анемия. Қанның аз мөлшерде алынуы қиындықтарды тудыруы мүмкін. Мәселен, қан кетпей тоқтап қалады, немесе керісінше тоқтамай қоюы мүмкін. Кей жағдайларда тіпті науқас есінен де танып қалуы ықтимал. Мұндай қиындықтарға жол бермес үшін міндетті түрде хиджама жасамастан бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Хиджама адам денсаулығын жақсартады және көптеген ауруларды емдеуге көмектеседі. Алайда емдеудің бұл түрі бірқатар кеңестер мен оны жасатуға болмайтын жағдайларды еске ұстауды талап етеді. Аталған процедураны жасамас бұрын дәрігермен міндетті түрде кеңескеніңіз жөн. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.